Қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздермен тағы да күздік көрініс жасайтын боламыз. Алдымен А4 қағазын алдық компьютердің және дайындап қойған фетр матамыздың жаңағы ағаш көрінісін бұталарын жасап қойдық. Осы бұталарын қағазға ыстық кілеммен жабыстырамыз. Өйткені қағаздың кілейі бұл фетр матаны кілейлемейді. Сондықтан біз ыстық кілеммен жабыстырып қойдық. Әрине кескіндісінде тағы да жабыстырамыз кішкене. Енді біз осы жаңағы көріністе жапырақтарды пайдаланамыз. Өйткені далада тұрған кәдімгі біреуі жасыл, біреуі кішкене сарғайып қалған жапырақтың түр-түрін алдық даладан. Енді осыны қайшымен қиғаштатып қырқып аламыз. Енді ортасындағы қырқылған заттарды жапырақты алып тастаймыз. Кішкене қайырып қырқып аламыз. Сонда бізде кішкене тал құсап көрінеді. Осы жапырақтың бәрін үстіп қырқып шығамыз. Мінекей дайын болды. Енді біз осы көріністі алыста тұрған талдардың көрінісі ретінде жабыстыратын боламыз. Ұнап жатса лайк басып, тіркеліп, дәреке жаза кетіңіздер. Сұрақтарыңызға жауап беруге тырысатын боламын. Дайындап қойған талдарымызды жапырақтан жасап қойдық, осыларды жабыстырып шығамыз. Кәдімгі далада өсетін жапырақтарды талға айландырдық. Өйткені осы жапырақтардан кәдімгі тауда өсетін шыршаларды да жасауға болады. Шыршаны өзін мезгілі келгенде, қыстық мерзімі келгенде жаңа жылдық көріністі жасауға болады. Мінекей жапырақтардан кішігірім бір жапырақтан екі жапырақ шықты. Осының бәрін осы бұталарымызға ыстық кілеммен жабыстырып шығамыз. Қараңыздар, ортасында кішкене сарғайған жапырақтарды да қосып жібердік. Өте әдемі көрініс болып шығып келе жатыр. Күз болғаннан кейін жапырақтар әрине жерде түсіп жатады. Дұрыс па? Енді біз осы талымыздың жанына жапырақ жасайтын боламыз. Жапырақ болғанда жанындағы кішкене шөптері болады, гүлдері. Осыларды жабыстырамыз. Қараңыздар, кәдімгі далада өсіп тұрған жапырақтардан неше түрлі дүние заттар жасауға болады. Тек қана жапырағымыздың бас жағын қырқып жабыстырып қойдық. Енді осыған біздің гүліміз жетпей тұр. Фоамирон қағазынан қызыл сары түсті гүлдерімізді жабыстырамыз. Мінекей кішкене гүлдеріміз дайын болды. Біздің күздік көрінісіміз дайын. Баға беріп кетіңіздер. Енді мен екінші көріністі көрсетуге дайынмын. Екінші көрініс кәдімгі жаңағыдай ақ қағазды аламыз. Және сарғайған кәдімгі жасыл, сары жапырақтарды қолданатын боламыз. Осы жолы мен жасайын деп жатырмын. Балықты жасаймыз. Кәдімгі суда жүзетін, өзіміз қолданып жейтін балықты жасаймыз. Кәдімгідей далаға шықсаңыздар, бау-бақшамызда неше түрлі жеміс-жидектер бар. Сол жеміс-жидектердің, мысалы, жаңғақтың жапырақтары өте ірі келеді. Жаңғақтың, жүзімнің, тұттың, кәдімгі өріктің де жапырақтары өте әдемі болады осындай көрініске. Әсіресе өріктің жапырағы шабдалының түсі сияқты сарғылт әдемі болып келеді. Неше түрлі көріністерді сол жапырақтардан жасасаңыздар болады. Енді осы балығымыздың денесін жасаймыз осы жапырақтан. Қарап тұрсаңыздар, айналадағы әдемі тамаша табиғаттың бәрін жасасаңыздар болады. Табиғаттың көрінісінде жасасаңыздар болады. Алдыңғы видеода бірінші көрінісімде осы табиғаттың көрінісін жасадым. Енді өзіме ұнаған балықты жасаймыз. Тасбақа, әрине, жаңағы иттерді, аңдарды, ат жасасаңыздар болады.
арыстан жасасаңыздар болады, үйрек жасасаңыздар болады. Неше түрлі нәрселерді далада жаңағы табиғи заттардан жасасаңыздар болады. Мінекей балығымызды жабыстырдық, дайын болды денесі. Ұнап жатса тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса сұрақ қойып, дәреке жаза кетіңіздер. Енді балықтың аяқ жағындағы қанаты, құйрығы қанаты десе де болады. Жүзетін қанаты. Артында да, алдында да болады балықтың. Осыны жабыстырамыз. Негізі бұл жапырақ, негізі жолда келе жатқан кезде, жолда көріп қалдым, бұл жапырақтың несі, қараталдың жапырағы өте майда, бір тегіс сарғайып тұр. Осыны алдым. Жолдан кішкене іске ассын деп. Енді осы балығымыздың бас жағындағы қанатын жабыстырамыз. Мұрт қанаты болады о балықтың, соны жабыстырып қоямыз. Осыны үстіп қырқып алдық, енді жабыстырамыз. Енді біз балығымыздың аузын жасайтын боламыз. Фоамирон кәдімгі материалы бар. Осыдан жасаймыз. Аузын ашып тұрған кішкене мультфильмдерде болады ғой балықтар. Сондай ауызды жасаймыз. Қараңыздар. Енді балыққа не жетіспей тұр? Балыққа әрине көз жетіспей тұр. Көзді де фоамирон қағаз, кәдімгі кардонды қиып аламыз. Дөңгелек қылып қырқып аламыз. Және осының үстіне фоамирон қағазының көз жасайтын боламыз. Қап-қара әдемі көз жасаймыз. Әрине неше түрлі фоамирон қағаздар бар. Артында клей жоқ, клей бар деген неше түрлі. Осы жолы фоамиронның артында жаңағы клей бар. Жабыстырып қойдық. Балыққа құсап қалды. Енді жан жағына судың ішінде өсетін өсімдіктерді жасаймыз, жапырақтарды. Судың ішінде әрине балдырлар болады. Осындай судың ішінде өсіп тұратын жаңағы жапырақтар бар. Енді сары жапырақтан да көрейік деп жатқан жайым бар. Мінекей айландырып қырқып аламыз. Және осыны жабыстырып қоямыз. Енді бізге не жетпей тұр? Бізге енді күн жетпей тұр. Күнді жабыстыратын боламыз. Мінекей біздің көрнекіліміз дайын болды. Көздік сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Екінші көрнекілігіміз, көрінісіміз.